Как обычно, бізде лишний ақша болмайды. Ешқандай сетевойда ешқашан болып көрген жоқпын. Фаберлик, Арифлейм, қанша тума туыс бәрі шақырса да ешқандай сетевойға барып көрмеппін. Сенпесе Ақтөбе мұнай-газ деп жүргенбіз. Сол осы үшінші баламды босанып, көп инфекция шықты. Циталомегавирус, лямбри деген. Сосын көршім Несіп деген Макар жұмыстас болды, күйеуімен сол. Айтады постоянно, енді біз енді жау ғой бұлар бізге. Біз тыңдамаймыз ғой, ақша жоқ, кредит деп. Соң алмаймыз. Бір күн осылай әкеліп, үйге келді кешкісін. Күйеуім жоқ, әкеліп екеуін берді. Балаңа берші Құдай үшін деп. Ақша да сұраған жоқ. Считайте, как благотворительность сияқты ғой енді. Жағдайымыз болып тұрса да, бұл кісілер әкеліп берді бізге благотворительность есебінде. Содан Виталий перфектін алып шықты. Павлов спрингті, то есть 5 литр суды алдырттық. Ана пішік кетті. Кеткеннен кейін айтам, білмеймін, бірдеңе күйеуім келіп, бірдеңе ана пішік кетті. Не дәмі бар дейсің сода. Бір пішік кеткеннен не болады дейсің. Үйде ішіп жатыр, үлкен ұлы бар, қызы бар, қызық болды. Күйеуім айтады, дәмі бар, жебейттің деп. Таңертеңгісін тұрдым, түнде жатып жатқанда уже горло. А менің ангина, гнойная ангина. Я болею 3 месяца, ничего мне не помогает. Таңертеңгісін тұрдым да, мына суды мен де ішіп көрейінші, қызық екен деп. Бір стакан суды іштім, ангина болған жоқпын. Маған мәз болып, ананы ішіп, мына кісілерге звондап, рахмет айтып, мен сөйтіп ангина болмай қалды. Сол балама бердім осыны. Екіншісін ішіп жатырмыз қазір. Инфекционист лямблиді уже исключил. У нас нету лямбли. Гемоглобин низкий, гемоглобинді көтердік. 120-ға көтерілді. 90-нан көтерілмейтін ештеме берген жоқпыз. Но бірақ енді обострениялары да болды, өзімде да болды. Мына ес білгелі қақырық деген затты білмейді екен, енді кешіресіздер, түкіріп көрмеппін өмірі. Мен кәдімгідей қақалдым енді соған. Ананың бәрі шықты. Мен хронический гайморит, соның бәрі шықты. Мен ана раковинаға қараймын да, мынау менен шықты ма екен деп түсінбеймін. Действительно, мен очищение болып, ананың бәрі тазарылып, ананың бәрі тазарылып шықты ғой. Нос никакие запахи не чувствует, обоняния нету. Қазір мен уже кеше күйеуім айтады, а ты что, запах чувствуешь дейді? Мен что-то запах сыр, что ли? Оказывается, посудомоечная машина ішінде посуда қалып қойған ғой, не сушеная. Запах сырости, что ли, десем, а ты что, запахи чувствуешь дейді маған. Мен де ұлыма қосылып, осыны іштім. Күйеуімге көрсетпеймін де тағып ішіп қоям. Өзімде де сондай эффект болып, жақсы болдым қазір. Енді апайдың артына жазылып, біздер енді осыны ішіп, осындай результат алып жатырмық. Содан енді баламның несін де қараймын, үлкен дәретін постоянно, бірінші ішкеннен бастап. Үшінші күні глисты сдавать етеміз, никогда жоқ, отрицательный. Бір жарым жаста ғой, 1 жаста 9 ай қазір. 5 глисты сізге өтірік маған шын. 5 глисты мен суретке түсірмеппін ғой соны. Бейт қозғалады, бейтіп қараймын, 5 глисты тұр ғой. Сосын бізде постоянный запор, жаңағына былтыр бронхит болып, қайта больницаға түсіп, пневмония болып, қазір биыл біз жақсымыз. Осыны ішіп, бізде жақсы эффекттер болады. Лямбли кетті, циталомегавирус кетті, соны воспалительный процесстердің бәрі басылып. Көп антибиотик ішкеннен үлкен дәреті да қойды құлмалағы сияқты, прям түскен кезде түттек ғашыққа. А қазір бізде и стол нормализовался. Жаңа енді эффекттері өте жақсы да. Енді сіз айтқан сияқты мен да енді жаңа басымды көтеріп, баян ақша дегенді вообще не думала о финансовой части. Енді мен да қызық көріп, мен да бірінші рет келіп тұрмын осы жерге. Супер. Мен да тыңдап көрейінші. Келіме балдарды сен қарай тұршы. Субботасынан шыға алмаймыз балды. Мен барып тыңдап келейін, мен де адам жазуым керек деп. Енді мен де жаңа қанат бітті деген сияқты, мен де енді адам жазғым келіп, бұдан пайда көргім келіп тұр. Первое время у меня было только здоровье. Енді сізді көріп, бізде де стимул, апайларды көріп, бронза, почему они могут, я не могу деген сияқты, вот у меня в себе, да, появилось желание, стимул, енді бізді сөйтіп, на апай бриллиантқа өтсін, біз артынан ілесіп жүре берейік бізді.